Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Авди Сенпай немесе қазіргі Ника Авди туралы айтып беретін боламын. Ал кеттік. Авди, шын аты Әбдіқадыр, жасы 15-те, өзінің айту бойынша 7-ші сыныпта ауылдан кетіп, әкесіне тауға мал бағуға көмектесуге барған. Ал ата-анасына келсек, кішкене өкінішті нәрсе бар. Олар айырылысқан. Әлі 18-ге толмаған балаға бұл ауыр болған шығар. Оны көре алмайтын дегроттар өте көп, және көтті күйдіретіні ол көре алмайтындар қазақ бауырларымыз. Оның тиктоктағы видеоларын, комментарияларын оқысаңыздар, ондайларды көп кездестіруге болады. Авдиді көре алмайтындар екіге бөлінеді. Біріншісі, Авдиді қазақша сөйлеткісі келетіндер. Олар оның әр видеосында қазақсың ба қазақша сөйле, немесе сені көтерген қазақтар, сені 2 лямға жеткізген біз деп қоймайды. Айтайын, сендер үшін деграданттар, ол 2 миллионға өзінің күшімен жетті, сендердің арқаларында емес. Және де ол орысша сөйлейтіні, оның көп аудиториясы орыс тілі комьюнити, сондықтан егер де ол орысша түсірмесе, қазір ода 1 миллионда болмаушы еді, сондықтан және де сендерге айтайын, ол өзінің өмірі, өз шешеді не істеу керектігін. Сондықтан оның өміріне араласа бермей, өз тірліктерін жасаңдар. Сондықтан пукандарында қыссаңдар болады. Екінші, хейт комментариялардың бірі тауға қайт. Бұл ең көп жазылатын комменттердің бірі. Сендер хотя бы таудағы өмір қандай екен білесіңдер ме? Таң шықпай жатып тұрып, ұйқыдан оянасыңдар, мал бағасыңдар, күні бойы суық далада жүресіңдер. Жақсы өмір ме? Мен олай ойламаймын. Егер де ауыл мен малды тауда бағуды ұнатсаңдар, өздер неге бармайсыңдар? Лучше хоть диваннан көттерінді көтермейсіңдер. Енді хейтарларды ыстырып, Авдидің өзі туралы айтып кетейік. Видеоның басында айтқандай, Авди тауға әкесіне көмектесуге барды, бірақ ол жерге келе салып, сразу тиктокқа видео түсіріп бастаған жоқ. Бұл идеяны оған атасы айтқан екен. Басында Авди 1 жылдай видеолар түсірген, сосын ғана өзінің таудағы өмірін сала бастады. Отбасы туралы айтсақ, ол туралы мәлімет таба алмадым. Бірақ ол көп балалы отбасынан шыққан және Авди үйіндегі ең үлкен бала екенін білеміз. Және де бір өзі туралы видеода ол өзінің аниме фанаты екенін айтқан болатын. Ал сол Сенпай деген Япониядағы рангі үлкен адамдарды айтады. Кім каратэмен айналсады, солар өз тренерларын Сенпай немесе Сенсей деп атайтын шығар. Бірақ ол тиктокта қазір жай ғана Авди. Себебі оның фейктар немесе фан аккаунттары Сенпай деген аттармен көбейіп кетті. Және бұл факттарды мен ауадан алып жатқан жоқпын. Ол өзі бір видеоларында айтқан болатын. Ал оның оригинальный Охайва народ деген амандасуы Никына ұқсас жағдай. Охайва деген Ахайо деген япон тілінен қайырлы таң немесе амандасуды білдіреді. Ал видеоның соңында мен ол туралы қысқа факттар айтып кетейін. Оның қазіргі комплексі безеулер немесе прыщи. Авди адамдармен енді танысқанда түрі мен дене бітіміне қарайды. Бұны барлығы туралы айтуға болады. Музыкадан, яғни орыстардан ол Морген, LJ және Слава Мерлоуды тыңдайды. Ойтағы Лизер. Хоббиі PlayStation ойнау. Ал достар, видео соңына келіп жетті. Егер видеоны лайк басып, подписка кнопкасын басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Және де бұл видео ұнамауы мүмкін, кейбіреулеріңіз өйткені кейбір жерлерде немесе көп жерлерде тез сөйлеп отырмын. Оған мән бермеңіздер, мен новый стиль немесе андай-мындай. В общем, егер де ұнаса лайк басып, дизлайк басып, өздеріңіз білесіздер. В общем, чао бабино, с вами я был Чико. Since you've been gone, I've been singing this stupid song so I could ponder the sanity of your mother.